Сәлем достар, сіздермен бірге Бейсенбаева Гүлім. Бүгін біз тешін язык әзірлейміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте дәмді, өте керемет көрінеді. Дәл күз мезгілінде жейтін ең керемет салаттардың бірі. Өте дәмді, істеп көріңіздер, үйде бар заттардан әзірленеді. Ең бірінші бізге керекті ингредиенттерді дайындап аламыз. Оларға баклажан керек, және де укроп, одан кейін чеснок қажет. Одан кейін қызанақ, яғни помидор. Және де соус жасау үшін майонез қажет. Ең бірінші баклажанымызды өзіміздің қалауымыз бойынша жақсылап бөліп аламыз. Мен баклажандарды рулет сияқты сегіміз келгендіктен рулет сияқты қылып кесемін. Мінекей баклажандарымыз дайын, ұзын қылып кескен, бір жағынан әдемі және керемет көрінеді. Енді помидорларымызды тазалап, арасына салу үшін ыңғайлап, жақсылап кесіп дайындаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа рецепттермен бөлісіп тұрамын. Мінекей енді чесногымызды да осылай бөлеміз. Видеодағыдай бөлсеңіздер тез бітесіздер. Ең қолайлы әдістің бірі. Менен сіздерге лайфхак. Енді соусты әзірлеу үшін осылай майонезге чесногымызды араластырып жақсылап еземіз. Енді газымызге майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Және де дайын баклажандарымызды салып, екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Және де тағы айта өтетін жайт, тарелкаға салмас бұрын салфетка қойып алғандарыңыз дұрыс болады. Кішкене болса да майын тартып алады. Өйткені баклажанның өзінде де май болғандықтан бұның калориясы өте көп болады және жүректеріңіз айнуы мүмкін. Сол себепті өздеріңіз денсаулықтарыңыз үшін салфетка дайындап алғандарыңыз дұрыс болады. Мінекей біздің уже қызарды алып саламыз. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Күнделікті жаңа видеолар шығып тұрады. Мінекей біздің баклажандарымыз да дайын. Бұларды біртіндеп алып, жақсылап тұрып, арасына соусымызды жағамызда помидор салып, және өзіміздің қалауымыз бойынша укроп салып, сәндеп ораймыз. Өте аппетитный көрінеді және де өте дәмді. Істеп көріңіздер. Қараңыздар, қандай әдемі болады. Үйде бар ингредиенттермен. Негізі бұның жұмыртқаға аунатып істесе де болады баклажанды қуырғанда. Бірақ мен сіздерге не советую, потому что жұмыртқаға аунатқан кезде ол одан сайын майлы бола түседі. Так что просто так осылай қуыра салған жөн деп ойлаймын. Қараңыздар, өте әдемі. Сіздермен бірге бол.